Сәлеметсіңдер ме? 10-шы сынып оқушылары 4-ші тоқсанның 2-ші бөлім бойынша жиынтық бағалауы электромагниттік индукция бөлімі бойынша балалар. Басқа бір жобаларды іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер, каналда басқа нұсқалары бар балалар. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бізге берілген тапсырманың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада балалар, бұл құрылғылардың жұмыс істеу әрекеті неге негізделген дейді балалар. Бұлар электромагниттік индукция құбылысына негізделген деп жазып қоямыз. Электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Ары қарай басында дұрыс жауаптарды сәйкестендіріңіздер дейді. Дұрыс жауаптарды сәйкестендіріңіздер дейді. Балалар, қараңыздар. Міне балалар, бізде кесте берілген, осындай сәйкестендіруіміз керек. Балалар, бұл жерде барлығын оқымай-ақ қойын, бұлай сәйкестендіре саласыздар. Бізде мына үшіншісі ғана екеу болады жауабы. Мен сосын 7-ге. Қалғандардың барлығы қарама-қарсы тұрғандары дұрыс жауаптары болады. Міне, осылай сәйкестендіресіздер балалар. Барлығы өзіне қарама-қарсы тұрған жердегілер дұрыс жауаптары болады. Тек 3-те ғана 2 жауап болады. Қарама-қарсы тұрғаны және де шарғыс арқылы өтетін тоқ өзекшені магниттейді деген жерлері дұрыс болады балалар. Дұрыстап қарама-қарсы сөздерін көресіздер. Сіздерде орын ауыстырып қоюда мүмкін, балалар, шатаспаңыздар. Келесі екінші тапсырмада балалар, 200 орамнан тұратын диаметрі 10 см тұйық катушка 0,1 секунд ішінде индукциясы 2 Тесладан 6 Теслаға дейін өзгеретін магнит өрісінде тұр. Орам жазықтығы өріс сызықтарына перпендикуляр дейді. А тапсырмасында магнит ағыны есептеңіз дейді. Б тапсырмасында катушкадағы индукция электр қозғаушы күшін есептеп табыңыздар дейді балалар. Есептің берілгенін жазып аламыз ең алдымен. Міне балалар, мен есептің берілгенін жазып алдым. Қазір енді осы есепті шығаратын боламыз. Ең алдымен балалар, біз халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп аламыз. Бұл жерде бізде 10 сантиметрмен беріліп тұр, оны біз метрге айналдырып аламыз. Сонда 0,1 метр болады. 0,1 метр болады. Енді ары қарай бізде А тапсырмасында магнит ағынын табыңыздар деген, ал Б тапсырмасында электр қозғаушы күшін табыңыздар деген. Формулаларын қорытып, ары қарай есепті шығарамыз балалар. А тапсырмасынан бастап орындайық. А тапсырмасында балалар, тең көбейтілген S деген формула арқылы орындаймыз. Бұл жерде бізде S-тің мәні жоқ. S-тің мәнін формуласын шығарып аламыз. S тең пи R квадрат деген формула арқылы шығарамыз. Бұл жерде R-ді тауып алуымыз керек. R тең D бөлінген 2 болады. Енді орнына қоятын болсақ, сонда 2 азайтылған B1 көбейтілген пи D квадрат бөлінген 4 деп алсақ болады балалар. Енді осы формуланы орнына қоямыз. Сонда бөлшек сызамыз. 6 азайтылған 2 Тесла көбейтілген 3,14-ті көбейтеміз 0,1 метр квадратқа бөлеміз 4-ке. Сонда тең 0,014 болады екен.
ары қарай келесі. Енді В тапсырмасын орындаймыз. Электр қозғаушы күшін тап деген. Осы формула арқылы орындайтын боламыз. Екеуінде мәні бар бізде. Бөлеміз 0,1 секундқа. Сонда 0,314 шығады екен. Жауабын жазып қойыңыздар. Ары қарай балалар, үшінші тапсырмада механикалық және магнит өрісінің энергиясының арасындағы ұқсастықты сәйкестендіріңіздер деген екен. Мына сәйкестендіруіміз мына бетіне жазылған екен, қараңыздар. Осыны қазір сәйкестендіретін боламыз. Балалар, бір бізде С болады. Бір бізде С болады. 2 А болады. 3 бізде В болады. 3 бізде В болады. Ары қарай. Желдің кинетикалық бұл бізде төртіншісі. Соңғы тапсырмамыз, төртінші тапсырмамыз. Желдің кинетикалық энергиясы 3,2 көбейтілген 10-2 дәрежесі джоуль есебінен генератор айналып 0,4 ампер тоқ күшін сөндіре ала бастады дейді. Генератор катушкасының индуктивтілігін есептеңіз дейді. Бұл тапсырмасында магнит ағынын есептеңіздер дейді балалар. Ең алдымен балалар есептің берілгенін жазып аламыз. Енді осы есепті ары қарай шығаратын боламыз балалар. Бірінші индуктивтілікті табуымыз керек. Индуктивтілікті балалар біз формула арқылы қорытып шығарамыз. Асында осы формула арқылы индуктивтілікті тауып алатын болсақ, осындай формула шығады. Енді осы формуланың орнына мәндерін қоятын боламыз. 2 көбейтілген джоульді бөлеміз 0,4 ампердің квадратына. Сонда көбейтіп бөліп квадраттағанымызда 40 көбейтілген 10-2 дәрежесі генри шығады екен. Ал Б тапсырмасында индуктивтілікті көбейтеміз тоқ күшіне. Сонда 0,4 генриді көбейтеміз 0,4 амперге. Сонда жауабы 0,116 шығады. Жауабын жазып қояйық. Балалар, осымен бізге берген тапсырмалардың барлығын орындадық. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Сау болыңыздар.